достар, мына бар ғой, сладкий кислый соусты мына үстіне төгіп тастап. Қазір осыларға жұмыс тауып бермесем. Это что, не могу деп, мәссаған не могу. Болды, осыны жуат қазір. Сәлем, достар, қалайсыңдар? Достар, вау, Аянат, Айока, бүгін деген Аянат апа үйге келеді, білесің ба? Yes, қуанып тұрсың ба сен? Мен де қатты қуанып тұрмын, достар. Аянат деген қалаға апасының үйіне жібердік, уже 1 ай болды кеткенде. Ура, қуанып жатыр Айока деген, е? 1 ай мен өз сіңлімнің үйіне жібердім. Аянатпен қатар Адя деген досы бар. Молодец, қыз бар үйінде. Екеуі бірге ойнаймыз деп шақырып алды сол жаққа. Вау, бүгін сол қаладағы мен сіңлімнің қызын алып келе жатыр, Айока? Иә, молодец. Бүгін неге 2 апай келеді, Айока? Молодец, иә, шпагат істеп жатыр. Вау, күшті отырады екен Айока деген, е? Уқти, сағат қанша болды? Сағат деген 12 болып қалған ба уже? Қазір келеді, түнде жіберем деді. Иә, қазір келеді уже, достар. Мен деген палау пісіріп қойдым. Қазір деген күшті уақыт өтетін болды бүгін қыздармен. Иә, палау жейсің ба сен? Иә. Сасық, не мұна құм-құм? Асфальт салмай ма? Ұсмай сендердің ауылдарың? Иә, осы ғой, маған да ұнамайды. Есі жаман тиіледі. Соны пәле барлықтардың үйлер осында. Еще сендер біздікі ауылда тез ұйықтап қалады адамдар. Сендердікі түнгі 4-терде, таңғы 4-терде ұйықтайды шығар. Мне дышать невозможно. Ой, Усмасыңдардың үйлері? Иә. Дарабазамыз үлкен ғой. Қандай, ойбай, үлкен ғой. Біздікі кішкентай ғой, мама. Усмасыңдар. Мен тастап бір асфальт салмаймын яққа. Ой, әдия суғанда түсіріп алдым. Жаман болды. Мұстай ой. Мұстай. Қолым ауырып қалды ғой. Тақшы сен. Келіп тоқылдатшы. Ой, шаң қой. Мұстай. Шумайды ғой, сендер мәз бала. Бабаталардың дейтін. Қатты ғой, қайда мама ұшып тұрмай ма? Біледі ғой біздің келе жатқанымызды. А где мама? Можно. Қатты қара мұздай ғой. Қолымда Айнат. Қаттырақтатшы. Қолым қатып қалды. Біз жақта дейтін жылы ғой. Үстіне жақты не бір салқын. Әбін ашты қой. Әбін ашты қой. Мынаның өзі мұздай. Қолым қатып қалды. Осыма сендердің үйлері. Не бәле бәрі шан. Мәне үстін шалып атылдым я. Ұратым болдым. Малар не заттар вообще? Білмеймін, мама айтмаған. Это так? Да. Что-то виноград, да? Нет, жүзім. Нет, жүзім дейді. Виноград деген жүзімнің орысшасы ғой. Да, это виноград, десейші, дан. Нет, жүзім. Это виноград. Мама, біз дейтін магазиннен сатып аламыз ғой. Сендер талды егіп. Шашап. Ой, қоя беш болды. Шашап кеттім. Үйге кірейікші. Жарас. Тез үйлерді қараш. Ауылдарын не бәрек? Сендерде өзі мұнаның барлығы тау ма? Иә, тау. Жаным, қазір апалар келеді. Мен қызым апасын сағынып жылап жүр. Аяу, жаным, өзі жылап жүр апасы. Аяу, келді Аянат апа. Жүгір. Достар.
Сәлем, келді мен қыздарым. Аянат, сәлем. Ой, Адикош. Аянат, қалайсыңдар? Ойбай, привет, мен қызым өзгеріп кеткен ба? Қалаға бір ай кетіп привет дейді ғой. Ұнамайды үйім. Ей, қызқа ұнамайды не? Осы үйде туылдың, өстің, не болды? Ұнамайды үйім деп. Қалайсыңдар? Амандасақ керек көмес. Мен сені қатты жақсы көремін. Ойбай, мынау рас. Ей, осылай амандаса ма не? Құрсын не дейді мынау? Здравствуйте. Аянат, сен менің қызымсың ғой, өйтіп амандаспасайшы. Ты как тебя зовут? Аянат, сен де бетіңді. Нет, микроб. Болмайды ғой, сен менің қызым. Қош беріп. Нет, микроб. Мама, қалай жақсы мама? Не надо. Кел, бетіне бір сүйіп алайын. Бәрін сүйіп. Сен қатты сағын. Достар, мына қызды біреудің қызын тісе алмайын. Қатты мәжбүрлей алмайын. Достар, өзімнің қызым деген бетіне жуып тастап жатыр ғой. Ой, нет. Ай, жақсы көреміз. Екеуін таза ауылдың қызы қылып шығарам екеуін. Достар, мені өзімнің қызым қалаға бір ай жасап келіп, маған здравствуйте деп қойды. Еші мені сүйгісі келмейді. Келдер, жүріңдер, жандарым, қаладан деген шаршап келген боларсыңдар, е? Жүріңдер, шай ішеміз. Ой, как тебя зовут дей бермеш құрсын. Мамаңнан сұрап ал, менің атым кім екен. Жүр, Аянат, жаным. Ой, өзінше болмашы құрсын, осы қалада өскен қызсың ғой туылып. Ей, саған деген екеуіңізге палау пісіріп қойдым ғой. Не болды? Иә? Не надо. Ой, қойшы, сен өзінше болмашы құрсын. Не надо деп. Ой, қойшыке отырыңдар қазір. Күшті диетаға, күшті тамақ берем сендерге, иә? Мынауский тамақ берем қазір екеуіңе. Иә, диетический тамақ берем қазір екеуіңе. Ой, көрсетейін қазір. Мына ішінде бір қазан палау істеп қойым, соны берем қазір оларға. Таза ауылдың қызы қылып шығарам, екеуіне көресіңдер, достар. Достар, бізге лайк басып, комментарий жазып ұмытпаңыздар. Достарым, еке палау жасап қойдым. Палаумен осыдан диетический салат беретін боламын қазір. Аяу, тыныш. Қыздарым, келіңдер. Палау жейміз. Келін, қыздар. Не болды құрсын? Диета. Қыстың күні диета болады ма? Ішіңдер, жеңдер, бұл тойып алыңдар. Қайдағы диета қой, диетаны айтпаңдар. Ей, Аянат, құрсын өзіңді бас. Кеше ғана ғой кеткенің. Нағып қалалық болып кеткенсің ба, Аянат? Қыздармен бірге кафеге барамын, сол кезде дейді қыдырамын, сол кезде арық болуым керек, диета. Ойбай, құрсын, ауырып қаласыңдар, асқазандарың ауру болады. Аянат, қойшы сен, балам, сен жей қойшы, Аянат. Бәсе, менің қызым деген арықтап кетіпті. Бір ай бойы жеміс-жидек бергенсің ба, менің қызыма? Жеміс-жидек илім болса, суға піскен күріш. Ойбай, достар, не дейді мынау? Сен сонда бір ай бойы суға піскен күріш жедің ба? Ой, масқара жаным, жүрегім, бәсе, азып тозып тұр мұнау, не жаман болып кеткен. Не надо! Сіміп кетесің. Ой, менің қызым жеп алып жатыр. Жоқ, әбен арықтап едің ғой. Ойбай, достар. Ей, не болды? Өзің үйіне қалаңа барған кезде. Жесін да менің қызым, толсын да қайтадан. Ой, қалалық болғандарыңа бар болайын сендердің. Өстіп аштан аш жүріп, қылтиып жүр екенсіңдер ғой, ә? Жоқ, біз аш емеспіз. Не надо. Аянат, Адия жесін да менің қызым. Не надо. Ойбай, бәлі, не надо деп өзінше болып отыр. Жоқ, таста. Ей, кішкене жесін да, жақсы қазір суға піскен күріш алып берем сендерге, пісіріп берем. Мен өзім жебеймін. Фрукты берейін ба сендерге, а? Жоқ, неге жеп жатсың? Қойшы, мынандай арық болып кетті ғой. Қайта бет семіру керек қой. Жоқ, диетадамыз, Айнат. Ой, мен не деп кеттім? Мен диетада екенмін ғой. Ой, Адия, сен менің қызымды деген арықтатып жіберіпсің ғой, жеміс-жидектер беремін қазір. Ой, достар, мына қыз менің қызыма тамақ бермей отыр. Фрукты болса бере салайыншы қазір. Ой, қыздарым, келіңдер онда, мә фруктыдан жей қойыңдар, е? Осыны тамақ деуге болады. Айдат, кел, тамақ жеп алайық. Ойбай, мынаны тамақ дейді ма? Құрсын, мен тамақ сынбаймын ғой мынаны. Ой.
Аянат, бүгін біреуін жейміз, ертең мынаны жейміз. Ойбай, мыналар нағыз экономичный екен ғой мыналар. Ау, құрсын сен оларға қосылма. Ей, қой, алма, нельзя. Мә, мынаны же кел. Палауыңды жеп алшы, қызым. Ой, жесін да құрсын. Аштан өлтірдің ғой барлығын. Өзіңмен өзің болшы құрсын. Кел, же ғой, тамақ палауыңды жеш онда, қызым. Это что? Это құрт. Осындай құртымен жесең, вообще күшті болады. Мынау пайдалы. Алма ағашта өскен алма. Таза алма осында. Это құрт. Құртымен қосып жесең, вообще күшті болады, білесің бе? Өзінше, это что деп қояды. Әрине құртын жеуге болмайды. Кетіп қалғанда енді біреу ішінде. Ұнаған жоқ маған, сіңілімнің қызы өзінше болып кетіпті. Қазір мына жерге посудалар толтырып қоямын. Қазір посуда жуғызам бұған. Шешесі ештеңе істеп үйретпеген ғой. Қазір мына жерден барлығын босатып, барлығын толтырып қойып, сілелерін қатырамасам екі қыздың. Қазір достарым, мына бар ғой, сладкий кислый соусты мына үстіне төгіп тастап. Қазір осыларға жұмыс тауып бермесем, это что, не могу, деп мәссаған не могу. Болды осыны жуат қазір. Қыздарым, болдыңдар ма? Тамақтарыңды жеп, ой, ас болсын. Әдемі құнарлы тамақтарыңа тойып алыпсыңдар ғой. Болды, енді жинаймыз кухняны. Қыз бала деген барған жерінде ісімен жақсы көрінеді. Білесіңдер ма? Барған жерінде жұмыс жасаса, жақсы көреді соны. Давайте кеттік. Ой, нельзя, не могу дегені қызықтырмайды. Аянат, сен өзінше болма. Бір ай болып алып, сенкіне еріп алыпсың. Давайте. Давай. Клиника қызметші кел. Ой, біз клиника шақырмаймыз. Құрсын өзіміз таза мынау ақсаусақ қолдарымызбен жуамыз. Давайте, болыңдар. Ана жерде посуда тұр. Ой, тырнақтарым демеңдерші. Давайте, қыздар, мен сендерге айтып жатырмын. Ой, қазір сілелеріңді қатырам екеуін. Давайте, болыңдар. Тұра берсін, олар өзім жинай салам. Сен умывальниктің ішінде посудалар жуыңдар. Болыңдар, тез етіңдер. Ой, Аянат, сіздер осыны жуасындар ма? Қалай жуасындар білесің ғой? Біз неде іштен жумаймыз деп клиника. Қалай ашылады? Соны да білмейсің бе өзің ғой? Таза болды ма? Ой, нені? Болмаймын. Мен клиника керек. Тырнақтарым қалатын болды ғой. Ой, не қалай жуып тұрып атсың? Тіп жуу керек. Міне. Осылай. Бірақ мен деген жууды армандамаймын. Мен ұнатпаймын. Ой. Бірақ шаршады. Мә, қолым сасып кетті ғой. Ойнан неге алмайды аяғымнан жатқан заттарды? Не істеді екен қыздар, болды ма екен, жуып көріп келген ғанекейім. Қыздарым, болдыңдар ма? Ойбай, мынау несі? Әй, не болды? Бір посуда жуамын деп, осыншама қорылдап. А сен ұйықтап жатырсың ба? Аяулымда ұйықтап қалыпты ғой, Аяука. Нағып ұйықтап жатсың сен? Ей, қысқа. Аянат, тұр. Жақсы. Ия, Аяу түш, мен сөйлеп алайын. Ал, жата ғой, демала ғой. Мен қалада жүрмін бі? Ия, сен қалада жүрсің. Қалада, кешкі қалада қыдырып жүрсің. Ұйықтай ғой сенде. Ой, достар, бүгін жарайды демалып алыңдар жақсылап. Ертең ауылдың жұмысын көрсетемін сендерге. Әлі қайда далаға шығамыз, талдарға су құямыз, көктем жақындап қалды. Даланы сыпырамыз. Сендерді сиыр саудыруға неге алып бар, қораға алып барамын. Ей, түш. Жат, сен осы үйдің қызысың ғой, құрсын. Не могу, не хочу деме. Жат, қанеке тыныш. Түш, үндеме. Ертең мына сіңілімнің қызы жақсылап жұмсайтын боламын. Ал достар, осымен бүгінгі бірінші бөлімімізді аяқтаймыз. Біздің каналға тіркеліп, міндетті түрде лайк басып кетіңіздер,